Бүгін біздің жергілікті құтқарушы қызметімен арнайы техникалар тексеру жүргізілді. Бірінші бұның бір мақсаты бұл осы қыстың кезінде дайындығы жеке құрамның және олардың техникаларымен авария құтқару жұмыстарымен. Осы жиында біздің қосымша ұлттық гвардиясының болды, жол полиция қызметімен. Енді осы құтқару операциясын жүргізу үшін біз 266 адам бекітілді және де 28 бірлік техника. Бұл жерде өзіңіз көргендей жол таңдамайтын техникалар және де бұлар сол боранды кезде эвакуация жұмыстарын жүргізу үшін. Енді айтып кететіміз, бағанада айтып отырмыз, халыққа 112 хабарламасы келіп жатқан кезде мұқият тыңдап жолға шықпауын сұраймыз. Сондықтан осындай шаралар өткізілді. Енді біз болашақта өзіміздің қызметімізбен адамдардың апат кезінде, боран кезінде құтқару үшін осындай күш жігеріп саламыз.